Әлем қырғиқабақ қақтығыспен қатар гибридті соғыс алаңында өмір сүріп жатыр. Ақпараттық соғыс бұл манипуляция құралы, санамен шайқас, төбедегі мен төмендегіні тірестіретін айқас. Сыртқы күштердің бірлікті, елдікті, егемендікті талқандауға бағытталған диверсиясы. Кибершабуылдардың басты нысанасы, экономикасы қуатты, әлеуметі тұрақты елдер. Мылтықсыз майдан жауынгерлері ресми билікті даттайтын фейк ақпарат таратады. Бұқараның сенімін әлсіретіп, адастырады, ел ішіне іріткі салады. Сол арқылы қоғамда хаос тудырады. Бұндай тактиканы таяу шығыстағы қақтығыс кезінде деструктивті діни ағымдар ұтымды пайдаланды. Білімділерді тыңдауға цензура қойды. Есесіне әлеуметтік медианың көмегімен утопиялық идеяларын таратты. Ескі видеоларды пайдаланып, мұсылмандарды ажал аранына айдап салды. Интернет, әлеуметтік желілер мен жаһандық коммуникациялар ақпараттық соғыстың даму динамикасын жеделдетті. Соғыс вирусы қазір кез келген аурудың қоздырғышынан тез тарайды, айналасын жайпайды. Мұндай вирус қоғамның өзегіне түсіп, жұлыңғұртқа айналмас үшін ақпараттық майданда әрбір адамға сау сана мен сауатты ой, сындарлы сөз бен сыннан өткен дерек керек. Бұл жалған ақпараттың құрбанына айналмаудың төте жолы. Бүгінгі күрес тек шекараны қорғау емес, ең алдымен сананы қорғау. Ақпараттық қалқаны бері келді, ешқандай жау ала алмайды.